Менің ағамның құшағына бүкіл облыс, өңір, Қазақстан сияқты құдайға шүкір. Қол-қол қошеметтік бар, түс қарсы көздірші. Көтер алмайсыз, сүйек ауырға көгенді. Сүйек ауырға жіңішке болған мен. Ұзын болғаны келді. Мен ойларым, сұрадан қарай тастайын деп отырмын. Мына қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Өзі қазақ бекер айтпайды ғой, кішкентай шайден тез қайнайды деп, құда қайнап кетті ғой дейміз сразу. Келіңіз құда келді, жаңағы осы екі кісі ғой, ең главный. Жаңағы жақындағыз, қыз беріп атысы ғой. Айналайын құдағи дегіз, айналайын құдағи, саған сенем дегіз. Мен енді ұл болса, саған айтарым, өмірлік сайет саған. Сен енді құдай қаласа, Назгүл маманың номерін удали. Все, черный списокке тіріп тыста. Сөйтті, Раушан құдағимен жақсы табарлас. Сол әулеттің мынау іске келді боласың құдай қаласа. Жамандар бір уақытта күйіқсыға, сәлемі үлкендерге қиылысына. Асқардан әкел ақжауықты анам көрден түспесін десең, барған жердің байрағын биықсына деп тілегейді өзіңізге құдай қаласа. Енді рұқсат болса, биық құдамен жақындаймыз. Андай көдер болмаңыз, ақпа құда құсап. Сәл шамаға қарайсың. Жаным, құдағайдың бетіне ұстабаңыз, бүйтіп, алма да көп ұстабаңыз. Екі қолмен ұстабаңыз, алма да көп ұстабаңыз. Алма да көп ұстасаңыз шейін. Ұстасаңыз да жап қорқпасаңыз, қау болмайды ғой. Енді айтыңыз, құдағай деңіз. Маска көрістейін ба? Ойлаймын, бетіне сүйіп қойыңыз, бетіне сүйіп қойыңыз. Сүйемеріңіз, құдай қаласа құдағай. Баяғыда жаңадан түскен әулетте келін түскен кезде бір ағам айтқан екен, осы келін қашан жолға түсіп кеткенше бір көзі көрмейді, бір құлағым естімейді деп құдай қаласа. Сіздің де құлағыңызға алды сырға, біздің қыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырасыз деген ниеттеміз. Мың алғыс деп қол соғып, құрмет жасап қойыңыздар.